Жүктіліктің 3-ші триместріне арналған медитацияға қош келдіңіз. Әдеттегідей құлаққабыңызды дайындап, өзіңізге ыңғайлы қалыпта жайғасып отырып алыңыз. Медитациямызды әдеттегіше тыныс алумен бастаймыз. Ол үшін әрине мұрынмен тыныс алып, ауызбен ұзақ уақыт шығаруға тырысамыз. Тыныс ала отырып, барлық денеңіздің мүшесін босаңсытыңыз. Өзіңізді барынша бос, жеңіл қалпында ұстаңыз. Барлық медитация бойы ойыңыз шашырамас үшін және бір қалыпты бос күйде болу үшін осы тыныс алу жаттығуын қайталап жасап отырсаңыз болады. Ал енді медитациямызды бастаймыз. Жүктіліктің 3-ші триместрі ол 28 апта мен 40 апта аралығын құрайды. Бұл кезеңде сәбидің салмағы қарқынды түрде өсе бастайды. Соған қарай анаға да түрлі жайсыздық сезімдері туындауы мүмкін. Алайда балапанның қарқынды түрде қимылдағанын, ішіңізді төпештеп тепкенін сезіну сізді нағыз ана бақытына бөлейді. Балапаныңыздың әр қимылынан махаббат сезіп және өзіңіздің де сезімдеріңізді оған жеткізіп, онымен сөйлесуге, әңгімелесуге таптырмас мүмкіндік осы кезеңде туады. Өйткені сіз ыңылдап ән айтсаңыз, немесе балапанмен сөйлессеңіз, ол да сіздің даусыңызға еліктеп, қозғалады, тебеді, әр түрлі қимыл қозғалыстармен өзінің жауабын білдіреді. Сіз тәтті тағам жесеңіз, немесе көңілді музыка тыңдасаңыз, балапан да тыпыршып, қимылдап, сіздің көңіл күйіңізді сезінеді. Әрі балапан сіздің жүрегіңізге тым жақын орналасқандықтан, барлық қан тамырыңыздан соққан жүрек соғысыңызды өте жақсы естіп, біліп жатады. Сондықтан да нәресте дүниеге келе салған кезде сіздің кеудеңізге қойғанда бірден сол дүрсілдің өзінің анасынікі екенін сезіп, сіздің кеудеңізге қойғанда жылауын қояды. Жаратқанның бізге берген ең құдіретті сыйы да осында. Титтей ғана жүрегіміздің соғысы арқылы ана мен баланы байланыстырып қойған. Балапанның әрбір қимыл қозғалысы дүние есігін ашуға деген талпыныс екенін сезініңіз. Сізді көруге, әкесін көруге, мына қоршаған дүниені көруге деген асығу сезімі екені айдан анық. Кішкентай ғана жүрегіңізге, оны себепсіз сүйетініңізді, оған деген махаббатыңыздың шексіз екенін, оны асыға күтіп жүргеніңізді айтыңыз. Өзіңіздің
және әкесінің сондай бақытты екенін, және ол пайда болғалы отбасында жылулық, махаббат, сүйіспеншілік сезімдерінің одан сайын артқанын жеткізіңіз. Ол дүниеге келгеннен кейін де әкесі екеулеріңіз отбасындағы береке мен бірлікті, татулық пен ынтымақты, сүйіспеншілікті одан сайын нығайта отырып, балапанның балалық шағының тәтті өтуі үшін бар күштеріңізді салатыныңызды жеткізіңіз. Жүктіліктің соңғы апталары жақындаған сайын күн өтпей жатқандай сезініп, өзіңіз мазасызданып, тіпті жүктілігіңіз қосымша апталарға дейін созылып кетуі мүмкін. Алайда сәбиіңіз үшін ана құрсағындағы қосымша апталар әлдеқайда пайдалырақ болады. Тіпті кейде босанып алғаннан кейін осы қалпыңызды сағынуыңыз мүмкін. Сондықтан осы жүктілігіңізден ләззат алып, барынша соңғы апталарды жайбарақат күйде, сабырлы күйде өткізіңіз. Өзіңіздің жеңіл босанатыныңызға сеніңіз. Балапан еш қиналмастан дүниеге келу үшін өзіңіз толғақтың ауыртпалығынан жеңіл әрі тез өтіп кетуіңіз үшін дұға жасап қойыңыз. Жаратушыға осындай бақытты сыйлағаны үшін алғыс білдіріңіз. Отбасыларыңыз салиқалы ұрпақпен толыға берсін.